Сәлеметсіз бе, есімім Арыстанбеков Артур. Тобым сәрсенбі күні сағат 3-тен 4-ке дейін. Бірінші сұрақ: түркі қағанатының құрылуы және оның алғышарттары. Қазақстанның 6-12 ғасырлардағы тарихы түркі дәуірімен тікелей байланысты. Бұл кезеңде Еуразияның ұлан-ғайыр даласында жаңа саяси құрылымдар пайда болып, халықтың этникалық, әлеуметтік және мәдени тұрғыдан бірігу процесі жүрді. Түркілер тарих сахнасына қуатты күш ретінде шығып, өз заманының халықаралық қатынастарына белсенді араласты. 6 ғасырдың ортасында тарих сахнасына шыққан түрік қағанатының құрылуына бірнеше себептер ықпал етті. Біріншісі, ол көшпелі мал шаруашылығының дамуы. Түркі тайпалары мал өсіруге бейімделген, бір орында тұрмайтын көшпелі өмір салтын ұстанды. Бұл оларға кең байтақ жерлерді игеруге және әскери тұрғыдан мықты болуға мүмкіндік берді. Екіншісі, ол темір өндірісі. Алтай таулары мен Жетісу аймағында темір кені көп болды. Түркілер қару-жарақ жасауда ерекше шеберлігімен танылды. Бұл олардың әскери артықшылығын күшейтті. Үшінші, ол саяси жағдай. 6 ғасырдың басында Жетісу мен Монғолия жерін жуан-жуандар биледі, яғни жужандар. Алайда олардың үстемдігі әлсіреп, бағынышты тайпалар көтеріліске шығуға дайын тұрды. Төртінші, ол халықаралық сауда. Ол Ұлы Жібек жолының Қазақстан жерінен өтуі бұл өңірді экономикалық тұрғыдан маңызды етті, яғни түркілер осы жолды бақылауға ұмтылды. Қағанаттың құрылуы 552 жылы Бумын қаған бастаған түркілер жужандарды күйрете жеңіп, тәуелсіздігін жариялады. Осылайша тарихта ұлы түрк қағанаты пайда болды. Бумын қаған алғашқы билеуші болып сайланды. Оның мұрагері Мұқан қаған тұсында қағанаттың шекарасы Алтайдан Қара теңізге дейін кеңейді. Түркілер біртіндеп Монғолия, Шығыс Түркістан және де Орталық Азия және Қазақстанның көп бөлігін өз билігіне қаратты. Бұл кезеңде қағанат Еуразия кеңістігіндегі ең қуатты мемлекеттердің біріне айналды. Екінші сұрақ: ол түрік қағанатының мұрагерлері. Батыс және шығыс түрік қағанаттары 603 жылы ішкі ауыздықпен билік үшін күрестің нәтижесінде екіге бөлініп кетті. Яғни шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты. Шығыс түрік қағанаты барлығы 603 және 744 жылдар аралығында өмір сүрді. Орталығы Архон өзені бойы. Мұнда Білге қаған, Күлтегін және Тоныкөк сияқты тарихи тұлғалар шықты. Олар мемлекет бірлігін сақтап, сыртқы жауларға қарсы табысты күрес жүргізді. Ал батыс түрік қағанаты 603 және де 704 жылдар аралығында өмір сүрді. Яғни қағанат екіге бөлінгеннен кейін батыс түрік қағанаты Қытайлардың қол астына өтіп, 603 жылға дейін Қытайлардың қол астында болатын. Кейін 603 жылы тәуелсіздігін алып, батыс түрік қағанаты болып шықты. Орталығы Сояб, кейін Тараз қаласы. Бұл қағанат Жетісу мен оңтүстік Қазақстанды, Орта Азияның біраз бөлігін қамтыды. Кейінгі түрік мемлекеттері түрік қағанаты құлағаннан кейін Қазақстан аумағында бірнеше жаңа мемлекеттер құрылды. Ол Түргеш қағанаты. Оның басты міндеті Жетісуды араб шапқыншылығынан қорғау болды. Одан кейінгісі Қарлұқ қағанаты. Түркі тайпаларын біріктіріп, Жетісудағы ірі саяси күшке айналды. Екіншісі ол Қарахан мемлекеті. Бұл түркілердің алғашқы мұсылман мемлекеті болды. Яғни Қарахан әулеті тұсында түркі халықтарының исламдануы басталды. Үшінші сұрақ: ол бізде түркі қағанатындағы маңызды әлеуметтік саяси оқиғалар. Қоғамдық құрылым түркі қоғамы қатаң әлеуметтік сатыларға бөлінді. Ең жоғарғы билеуші ол бізде қаған болатын. Қағанды көбінесе көктен жаралған деп есептеген. Қағаннан кейінгі қаған әулетінің мүшелерін Ябғу, Шат, Тегін деген атақтармен марапаттады. Одан кейінгі адамдар бектер мен тархандар болатын. Әскери және әкімшілік билеушілер болып саналды. Кейін қарапайым халықты
яғни малшылар, қолөнершілер, егіншілерді қара будын деп атады. Жер ортақ меншік болып саналды. Әр рудың белгілі жайлауы мен қыстауы болды. Маңызды оқиғаларға тоқталатын болсақ, түркі қағандары жібек жолына бақылау орнатуға тырысты. Бұл үшін олар Қытай, Иран, Византия секілді алпауыт мемлекеттермен соғыста бейбіт келісімде жүргізді. Кейін 7 ғасырда түркілердің арабтарға қарсы күресі басталды. Бұл жетісу мен сыр бойының тағдырына ықпал етті. Ал 8 ғасырда бәрімізге белгілі Орхон Енисей жазбалары дүниеге келді. Олар түркі халықтарының тарихы мен мәдениетінің баға жетпес куәсі болды. Күлтегін, Білге Қаған және Тоныкөктің құрметіне тұрғызылған жазулар түркі халқының тарихы, салт-дәстүрі және саяси көзқарастары туралы мәлімет берді. Түркілердің басты діні тәңіршілдік болатын. Олар көк тәңіріне, жер, суға, ата-баба аруағына табынды. Кейін буддизм, манихейлік және ислам діні тарай бастады. Келесі бізде 4-ші сұрақ, түріктердің көрші елдермен қарым-қатынасы. Түрк қағанатының тұсында бірнеше ірі алпауыт мемлекеттер болды. Соның бірі Қытай болатын. Қытаймен қатынас қалай болды? Қытай империясы түркілердің ең қауіпті әрі маңызды қарсыласы болды. Бастапқыда екі жақ арасында үздіксіз соғыстар жүріп отырды. Кейіннен бейбіт қатынас орнап, Қытай ханшалары түрк қағандарына тұрмысқа шықты. Сөйтіп, екі мемлекеттің арасында бейбітшілік орнады. Ал түркілер Қытаймен жібек, шай, қағаз, керамика сияқты заттармен, аса бағалы заттармен сауда-саттық жүргізді. Кейінгі мемлекет ол Иран болатын. Иранмен түркілер Сасанилік Иранмен біресе жауласып, біресе одақтасып отырды. 6 ғасырда олар бірге отырып, эфириттерді талқандады. Ал кейін жібек жолы үшін күрес кезінде қайтадан қарсыластарға айналды. Содан кейінгі келесі ірі мемлекет ол бізде Византия. Византиямен байланыс қандай болды? Түркілер баста Византия империясымен дипломатиялық қатынас орнатты. 568 жылы түркі елшісі Маньях Византияға барды. Екі ел Иранға қарсы әскери одақ құрды. Түркілер Византияға жібек пен бағалы тауарлар жеткізіп тұрды. Ал арабтармен қатынасқа келетін болсақ, 7-8 ғасырларда арабтар Орта Азияға жорықтар жасады. Түркілер арабтарға қарсы қарулы күрес жүргізді. Кейіннен ислам діні тарай бастады. Қарахан мемлекеті кезінде ислам діні мемлекеттік дінге айналды. Қорытындылай келетін болсақ, 6-12 ғасырлардағы түркі дәуірі Қазақстан тарихындағы аса маңызды кезеңдердің бірі болып саналады. Бұл уақытта ұлы түрік қағанаты және оның мұрагерлері Еуразияда ірі саяси күшке айналды. Түркілердің әскери ұйымшылдығы, қоғамдық құрылысы, халықаралық қатынастардағы белсенділігі кейінгі қазақ мемлекеттерінің қалыптасуына негіз болды. Сонымен бірге түркілердің жазба мәдениеті, діні, көзқарастары, өнері мен тұрмысы бүкіл Еуразия өркениеттерінің дамуында ерекше із қалдырды.